Әйелін көтер дедім, әлде өзің көтеріп жатсың ба? Жақсы, мен неге қозғап жатырмын? Бұл қазіргі таңдағы өзекті мәселе. Қазіргі осы жас келіндер күйеуін баққаннан басқа жұмыс жоқ деймін, осы бар ғой. Мен шын айтайын, бір жерде достарыңмен отырсаң, түнгі сағат 2 болып қалып отырып, телефон соғып отырып алмай отырсаң, қасында отырған жаңа танысқан досыңның өзі звондап отырады ғой. Че-то сен әйелің звондап отыр маған дейді. Уже әйелін сонымен отырған тауып алады, ода тауып бар ғой. Қазір видео звонок деген бар. Кейбір жігіттерді қарасаң, кәдімгі әйеліне отчет тапсырып отырады видео звонок арқылы. Ей, жігіттеріме отырмын. Міне. Бәке, қолың бұлғап қойшы, Специально кірейін, ішпейтіндерді көрсетеді. Міне. Мен таң қалам ба? Мен залда міне әжелерімді көріп өттім, бірінші қатарда отыр екен, аман болыңыздар. Кезінде аталарымыз ұлаң байтақ жер, қазақтың жері кең ғой, Аллаға шүкір. Сонда жұмыс бабымен елдің ана басына, мына басына барып келгенше 3 ай өткен екен. 3 ай. Сонда әжелеріміз үйде отырып дұға тілеп, Алладан шалынып, аман есен үйге келуін тілеп отқан. 3 айдан кейін үйге келген, не қарсы алған 3 айдан кейін аман есен келуіңмен қош келдің деген. Я, апа, солай ғой. Міне апамыз я деп отыр. Ал сен қазір бар ғой, 3 айдан кейін келіп көрші. Просто 3 айдан кейін келіп көрші қазір. Әйел бала шағаң жоқ, былай тұрсын. Үйің жоқ атыңда, машинаң жоқ, дымсыз қалып қоясың қазір. Қазір көршілерден сұрап жүресің. Мына жерде мен үйім бар еді ғой, помните деп жаңа. Даже көршілердің өзі ұмытып қалған шығар. Ты кто такой деген секілді. Рас айтам. Мен мысал үшін қазір мына осы залда отыр, кезінде Совет одағы кезінде әкелеріміз енді жұмыс бабымен басшылар жұмсап жіберген кезде телефон жоқ, ескерте салатын. Сол кезде 3 күннен кейін үйге келгенде аналарымыз не деп қарсы алды? Жұмысың жақсы ма? Уайымдап кеттік қой, келуіңмен деп қарсы алды. А қазір бар ғой, мен қазір келіндер 3 күн былай тұрсын, түнгі сағат 3-ке дейін келмей жатсаң, дұға тілеп отыратын келіндер жоқ ау деймін қазір. Балалар, чөт папаларың келмей жатыр, алақандарыңыз жайыңыздаршы, бір дұға тілеп жіберейік. Яллам папамыз үйге аман есен келсе екен, сағат 3 болып қалды ғой, аман есен келсе екен, ялла тағала, осы біздің папамыз үйге аман есен келсе деп ататын қаз келіндер жоқ ау деймін қазір. Қаз дұға тілейтін келіндер жоқ, қаз сен сағат 3-ке дейін келмейсің ба? Қарға батады ғой сені бар ғой. Бір жерде өліп қалған, бір жерде вообще келмей қой. Деп бар ғой. Ана SMS-ің өртеніп кете жаздайды ғой, телефоның бар ғой. Шошып кетесің қазір. Қазір 3 ай былай тұрсын, 3 күн былай тұрсын. Ойбай-ау 3 сағат былай тұрсын. Қазір данный момент 3 пропущенный звонок, развод қазір үш. Біз сондайға жетіп қалдық қазір бар ғой. Қазір мен жақында бір отбасы үйленді, жас семья, күйеуіне 3 рет звондаған, әйелі күйеуіне 3 рет звондаған, алмаған, кетіп қалыпты. Дұрыс па деймін де. Бара-бара 3 секунд көзіне көрінбесе кетіп қалатын шығар деймін де. Мына деп жаңа алдын тапыр-тапыр етіп жаңа. Соған жетіп қалдық деймін де. Мен таң қалам, қазір неше түрлі ресторандарда той жасап жатады. Ана тойдың бюджетін қарасаң, экспоның бюджетімен бірдей почти бар ғой. Артынан естіп жатасың, келін кетіп қалды дейді. Таң қалам бар ғой, қандай тойлар артынан келін кетіп қалды дейді. Мен барлығына бірде күйе жағып жатқан жоқпын, бірақ қоғамда бар. Бұрын жаңа айттым, палатка жасаған тойда бірше кетіп жатыр деп естімейтін едім. Сен мен тойын палатка жасадың, төбесі тесік мен кетіп қалдым деген кетпейтін еді осы. Расымен сондай. Мен таң қалам, қазір үйге не алсақ та бәрінде гарантия бар. Телевизор алсақ та гарантия бар. Холодильник алсақ та гарантия бар. 3 года деп бетінде жазып тұрады. Машина алсаң да гарантия бар, ыдыс алсаң да гарантия бар, мебель алсаң да гарантия бар. Осынағы келіндерге гарантия қоймаймыз деймін. Жоқ, болашақта не күтіп тұрған білмейміз ғой. Ұялатын ештеңе жоқ. Құдалықта кәдімгі екі жақ нотариуске барып, договорға қол қойып, неше түрлі пункттарын істеп, келін кетіп қалып жатса, ұл жақта өткен тойдың шығынын сендер төлейсіңдер. Кінә ұлдан болып жатса, қыз жақта өткен тойдың шығынын сендер төлейсіңдер. Вот сосын спокойно той жасай бер. Содан кейін рахат, үйдің ішінде ұрыс керіс жоқ. Ешкімге ұрыспайды, договор жатыр үйде. Келін жұмыс істемей жатып алды ма, оған айқайлаудың керегі жоқ. Сервис центрге звондайсың. Бір кезде мамасы келіп тұрады. Сәлеметсіздер ма? Тағы шақырдыңыздар ғой, не болып қалды тағы да деп. Енді қыздарың жұмыс істемей жатып алды енді деп. Не может быть, қазір мен сөйлесіп шығайын. 15 минуттан кейін мамасы шығады. Все, 1 жылдай жұмыс істейді, есіңізге хабарластырыңдар, сау болыңыздар деп. И артынан қыз шығады жаңағы, шай ішесіздер ма деп, дым жоқ, ұрыс жоқ, керіс жоқ. Бұл заман басқа еді, осылай жай ғана менікі қиял арман ғой. Әр шаңырақта береке болса, елдің ішінде әрқашан мереке болады деген жақсы сөз бар ағайын.